Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өзіміздің Global 21 бизнес жобасы аясында онлайн бизнестің идеясы жайлы айтамыз. Яғни жалпы бизнестің идеясы неде? Енді бұл жоба жүйелі маркетинг болғандықтан, жалпы жүйе дегеніміздің не екеніне тоқталайық. Жүйені бәріміз жақсы көреміз. Яғни айтамыз, жүйелі жұмыс деп, мысалы жұмыстың жүйелі қойылғандығын бағалап жатамыз. Тура осы сияқты. Айталық, Макдональдс, KFC, жаңа жылдам тамақ дайындайтын сауда-саттық орталықтарында жүйе бар ғой, жылдам тамақ дайындайтын. Міне сол жерде тұтынушыға 3 минутта қызмет көрсету жүйесі жолға қойылған. Яғни сіз 3 минуттан кейін өз гамбургеріңізді алып жей алатыныңызды білесіз де, сол үшін оған тапсырыс беріп күтесіз. Себебі ол жерде оқыту бар, демеу жүйесі жұмыс жасайды деген сөз. Немесе ұшақтарды дайындайтын жаңа авиация жоғары оқу орнында оқу орнын бітіріп келген 25 жасар ұшқышқа, пилотқа бірнеше миллион тұратын жаңа ұшақ сеніп тапсырылады, және сіз де қорықпай сол жаңа ұшаққа рейске билет алып баратын жеріңізге барып жатасыз. Себебі сіз жүйеге сенесіз, ол жерде оқытудың бар екеніне көзіңіз жетеді. Міне тура осы сияқты біздің Global 21 бизнес жүйесінде де кез келген адам келіп, жүйенің оқуын оқып, кепілді табыс таба алады. Себебі бізде де оқу мен демеу жүйесі жолға қойылған. Енді біздің осы Global 21 бизнес жүйесі жобасы аясындағы бизнестің идеясы түсініктірек болу үшін осы слайд көлемінде әңгіме қозғайық. Жалпы кез келген тауарды өндіруші бар, және оны тұтынатын тұтынушы бар. Яғни өндірушіден тұтынушыға жеткізу жолы бұл классикалық жүйе арқылы жеткізіледі, немесе оны дара сатылым дейді. Және өндірушіден тұтынушыға тікелей жеткізу қарастырылған, бұл тікелей сату жолы деп аталады. Енді біздің барлығымыздың, жалпы айналамыздың, қоғамның негізі қолданып жүргені классикалық жүйе, яғни дара сатылым. Классикалық жүйе қалай іске асады? Өндірушіден ірі көтерме делдалдар үлкен партиямен тауарды өндірушіден алып шығады. Ірі көтерме делдалдар. Ірі көтерме делдалдардан орта көтерме делдалдар ары қарай оны жеткізуді ұйымдастырады. Ең соңында ұсақ көтерме делдалдар сатумен айналысады. Енді осы өндірушінің шығарған өнімін, өзінің өнімін көбірек сатуды мақсат қойғандықтан, әрине жарнама жасайды. Әрине бұл нәрсенің бәрі белгілі бір қаражат арқылы іске асады. Яғни делдалдар өзінің үстеме пайыздарын қосып отырады. Жарнамаға қандай да бір қаражат бөлінеді. Енді сатып отырған супермаркет болсын, ол шағын дүкен болсын, осы нәрсенің бәрі жалға алынады, салынады, сатып алынады. Бұл да үлкен қаражатқа келіп тіреледі. Енді тасымалдау. Ірі көтерме делдал тасымалдайды, орта көтерме делдал, ұсақ көтерме делдал тасымалдайды, қандай да бір қоймада сақтайды тауарларды. Енді мына супермаркеттегі кассирлердің еңбек ақысы, сауданы ұйымдастырып жатқан администраторлардың еңбек ақысы, сізге сатып алатын кезде консультация беретін сатушылардың, қала берді супермаркеттің бүкіл тауар айналымының бухгалтериясын жүргізіп отырған бухгалтерлер, оның бәрін салығын заңдастырып отырған заңгерлер, жанып тұрған электр энергиясы, пайдаланып отырған интернеті, ағып жатқан суы, жанып жатқан газы, қала берді аула сыпырушысы мен еден сыпырушысының жалақысының барлығы әрине тұтынушыға жететін тауардың құнына қосылады. Сондықтан классикалық жүйеде өндірушіден тұтынушыға жеткізілген жаңағы тауардың құнының 60% делдалдарға кетеді деген сөз. Бұл классикалық жүйеде. Енді біз ұсынып отырған Global 21 бизнес жүйесінде осы делдалдарды ауыстырып, тікелей өндірушіден интернет арқылы, өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы тапсырыс беріп
алдыру арқылы осы 60% кірісті өзіңіздің иеленетініңізді түсіну керек. Яғни, жаңа сатудың екі жолы бар дедік қой. Бұл жерде әрине мағынасы бір, мағынасы тұтынушы, жаңағы өндірушіден тұтынушыға жеткізу тауарды, ал айырмашылығы табысты кім табатында. Мынау хаустық маркетинг дейміз, жаңа дара сатылым, супермаркет арқылы сатылым. Бұл жерде әрине жаңағы тауардың құнының 60%-ін ортада делдалдар көріп отыр. Ал біз түсініп отырған жүйеленген дұрыс маркетинг дер едім, себебі бұл жерде 60% бұл жерде делдал жоқ, тікелей өндірушіден интернет арқылы тапсырыс бересіз өзіңіз интернет дүкеніңіз арқылы, яғни 60% табыс, жаңағы табыстың 60%-ы сіздің өзіңіздің қалтаңызда қалады деген сөз. Енді жалпы жүйеде жұмыс жасау, жүйе дейміз, команда дейміз, яғни командада жұмыс жасау, бұл деген үлкен цифрлардың сиқыры екеніне қазір көзіңізді жеткізесіз. Айталық, сіз жалғыз жұмыс істейтін болсаңыз, айталық, күніге 1-1,5 сағат жұмыс істейтін болсаңыз, аптасына 8 сағат жұмыс жасайсыз, келісесіз, Енді бір айдағы неше сағат жұмыс істейтініңізді табу үшін 8 сағатты 4 аптаға көбейтетін болсақ, бұл айына 320 сағат жұмыс жасадыңыз деген сөз. Ал енді бір жылдағы жұмыс жасаған уақытыңызды табу үшін 320-ны 12 айға көбейтетін болсақ, бір жылда сіз 3840 сағат жұмыс атқардыңыз делік. Яғни сіз жалғыз өзіңіз жұмыс істеген кезде, сіз жылына күніге 1-1,5 сағат жұмыс істеу арқылы жылына 3840 сағат жұмыс жасайды екенсіз. Ал енді командада бұл қалай болады? Айталық, сіз бизнесқа келдіңіз. Досыңызды шақырдыңыз, досы өзінің досын шақырды, сіз тағы бір танысыңызды шақырдыңыз, ол танысыңыз өзінің танысын шақырды. Осылайша, айталық, сіздің командаңызда 8 адамның әрқайсысы 1 сағаттан жұмыс істегенде, күніге 8 сағат жұмыс атқарады деген сөз. Келісесіз, командаңыздағы әрбір бизнес серіктесіңіз күніге 1 сағаттан жұмыс әрқайсысы атқарған кезде, ол деген сөз бір күнде 8 сағат жұмыс атқарады деген сөз. Енді сіздің командаңыз осылайша әр командаңыздың мүшесі 1 адамнан шақырғанның өзінде геометриялық прогрессиямен адам саны өсе түседі. Күндердің күнде 16 адам болады, күндердің күнде 32 адам болады. Айталық, шамамен сіздің командаңызда 100 адам деп есептейді. Қарастырайық. Яғни командаңыздағы 100 адам әрқайсысы 1 сағаттан жұмыс жасаған кезде, бұл күніге 100 сағат жұмыс атқарады деген сөз. Келісесіз, Енді бір айдағы сағат санын табу үшін, айталық, айына 30-31 күн болса, жарайды, 5-6 күн сіздің демалысыңыз деп қарастырсақ, 25 күнге көбейтетін болсақ, бұл деген сөз айына 2500 сағат жұмыс атқарады деген сөз. Енді түсініктірек болу үшін, бір жылдағы сіздің сағат саныңызды есептеп көрейік. Яғни 2500 сағатты 12 айға көбейтетін болсаңыз, ол 30.000 сағат жылына жұмыс жасалды деген сөз. Енді түсініктірек болу үшін, бір жылдағы күннің санына бөлетін болсақ, 3750 жұмыс күнін бір жылдағы 365 күнге бөлетін болсақ, бұл деген сөз 10 жыл 7 айды құрайды. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз жалғыз өзіңіз 10 жылда жететін жетістігіңізге маркетингте 1 жылда жетесіз деген сөз. Яғни маркетингте жұмыс жасай отырып, сіз өміріңізді үнемдейсіз. Неге? Себебі 100 адам 1 сағаттан, немесе 10 адам 10 сағаттан жұмыс жасағанда, сіздің 10 жыл өміріңіз үнемделеді деген сөз. Пассивті кіріске осылайша қол жеткізесіз. Не деген керемет, 100 адам 1 сағаттан жұмыс жасаған кезде, сіздің 10 жыл өміріңіз үнемделеді. Оны жаңағы есептеген цифрларымыз дәлелдеп тұр. Яғни, бұл жүйеде жұмыс жасау өзара тиімді бизнес және ұзақ мерзімді бизнес. Яғни, сіздің серіктестеріңіз көбірек табыс тапқан сайын, сіздің де табысыңыз көбейе береді. Яғни, бұл өзара тиімді шарттар.
келісесіз, иә? Айталық, сіздің жаңағы шақырған бизнес серіктестеріңіздің әрқайсысы, айталық, шамамен 5-еуін алайық, иә? 5-еуінің әрқайсысы $1000 табысқа шыққан кезде, сол тауар айналымынан табатын, сіздің алатын табысыңыз $5000 құрайды. Ал бизнес серіктестеріңіз әрі қарай интернет дүкенінің жұмысын дөңгелентіп, әрқайсысының табысы айына $2000 құраған кезде, сіздің осы бүкіл тауар айналымынан табатын табысыңыз $10.000 құрайды. Ал енді әр бизнес серіктесіңіз жаңа апталық ең жоғарғы табыс $5000-ға қол жеткізген кезде, сіздің осы тауар айналымынан алатын табысыңыз $25000 құрайды. Яғни өзара тиімді шарттар. Командаңызға шақырған әрбір бизнес серіктесіңізді үлкен табысқа жеткізу, бұл әрине сізге де тиімді. Сондықтан сіз командамен жұмыс атқарасыз. Сонымен, Global 21 бизнес жүйесіндегі бизнестің мәні неде? Мәні көп мөлшердегі белсенді тұтынушылар есебінен серіктес компания үшін тауар айналымын жасай отырып, табысымызды көбейте береміз. Яғни 10 адамның 1 сағатта сатқанын ешқашанда 1 адам 1 сағатта сата алмайды. Келісесіз, иә? 10 адам әрқайсысы 1 сағаттан, иә, сатумен айналысқан кезде, 1 адам оны 1 сағатта ешқашан сата алмайды. Немесе 1000 адамның 1 сағатта сатып алғанын, сіздің 1000 адамыңыз бүкіл Қазақстан төңірегінде, иә, әртүрлі облыста, әртүрлі аймақта 1000 адамыңыз 1 сағатта сатып алғанын, 10 адам 1 сағатта ешқашанда сата алмайды. Яғни бұл өзара тиімді шарттардың бар екенін көрсетіп тұр. Егер сіз, иә, шақырған әрбір жаңағы бизнес серіктестеріңіздің әрқайсысы 150 адамдық команда құрған кезде, яғни әр тармағыңызда 150 адамнан жаңа әрқайсысы келіп интернет дүкенінде тауар айналымын жасаған кезде, бұл сізді орташа есеппен $10.000 табысқа шығарады. Есептеп көрейік. Егер осы командаңыздағы 1000 адам әрқайсысы $200 өзіне қажетті, тұрмысқа қажетті, күнделікті тұтынатын сұранысқа ие тауарларын интернет дүкені арқылы ала бастаған кезде, тауар айналымынан сіздің табатын тікелей табысыңыз $5.400.000 құрайды. Жарайды, $200 сауданы жаңағы үлкен деп ойлайтын болсаңыз, жарайды. Әрқайсысы бар жоғы $100 тауар айналым жасайтын болса, бұдан сіздің көретін тікелей табысыңыз $2.700.000 құрайды. Ал егер сол 1000 адамыңыз бар жоғы $50 тұрмысқа қажетті, күнделікті тұтынатын затын ай сайын алған кезде, сіздің табысыңыз $1.350.000 құрайды. Бұл деген сөз, сізді орташа $10.000 табысқа шығарады деген сөз. Яғни, айталық, сіз платина карта иегері болсаңыз, 7-ші сатыда, 7-ші деңгейде аптасына ең жоғары табыс $5000 табысқа шығасыз деген сөз. Яғни, сіздің шақырған бизнес серіктесіңіз, оның шақырған бизнес серіктесі, осылайша деңгейіңіз 7-ге жеткенде, біріншіден сіз ең төмен зейнеткерлікке шығасыз, зейнеткерлікке қол жеткізесіз, иә, қола арыстан атанып, және аптасына 5000 шартты белгі табысқа шығасыз. Енді жаңағы интернет дүкеніңіздегі тауар айналымын кім қамтамасыз етеді? Әрине, серіктес компания толығымен қамтамасыз етеді. Тек қана өзін өзі сататын кең ауқымды жоғары сапалы тауармен ғана қамтамасыз етіп қоймайды. Сонымен бірге тауардың сақталуына жауап береді, халықаралық сертификациямен қамтамасыз етеді, бухгалтериясын жүргізеді, табысты уақытылы төлеуді қамтамасыз етеді, колл-центрмен қамтамасыз етеді, яғни кез келген сұрағыңызға жауап алатын колл-центрмен қамтамасыз етеді. Сонымен бірге тауарды үйге дейін жеткізуді қамтамасыз етеді. Және бэк-офис дейміз, телефоныңыз арқылы қадағаланатын DIMP iDIMP жүйесіндегі жеке кабинетіңізбен қамтамасыз етеді. Яғни, қоймамен, тауармен, бухгалтериясымен
сіз уақытыңызды кетірмейсіз. Бұл нәрсенің бәрі серіктес компания құзырында. Сіз тек қана тауар айналымы ұйымдастырумен шұғылданасыз. Енді 2700 теңгелік тіркелуден кейін сізге ID номер тағайындалады, жеке номер, және компания сіздің интернет дүкеніңіз, табысыңыз туралы мәлімет бар жеке кабинетіңізді белсенді етеді. Сонымен қатар Халық банктен жалақы картасын ашып, келісім шартты толтырып, компанияға жолдауыңыз шарт болады. Себебі осы Халық банктағы картасы туралы мәліметке, сол картаға сіздің бүкіл табысыңызды уақытылы жеткізіп түсіріп тұру үшін. Мына DIMP, iDIMP тегі жеке кабинетіңіз. Яғни сіз туралы бүкіл мағлұмат болады, және ол конфиденциальный дейді, пароль арқылы тек өзіңіз қана ол неге кіріп шыға аласыз. Сонымен апта сайынғы жоғары табысқа қол жеткізу үшін, табыстың шыңына шығу үшін 3 ПП-ны орындау шарт болады. Орыс тілінен баламасын аудармадым, ПП түрінде қалдырдым, яғни постоянное, екіншісі потребление, үшіншісі приглашение. 3 П-ның мәні. Сонымен біріншісі, әрқашан Global 21 жүйесін жүргізу мен ұйымдастырудың кәсіби дағдыларын оқып үйренуіңіз керек болады. Яғни оқып үйренген сайын сіздің табысыңыз өсе береді. Екінші П бұл өз интернет дүкеніңіздегі өнімді тұтыну. Әрқашан тұтыну, яғни сізге табыс әкелмейтін жаудың өнімін тұтынудан бас тарту. Яғни супермаркеттен, аптекадан алғанша өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы аласыз. Үшінші П приглашение өз интернет магазинін ұлғайтып, дамытатын, негізгі серіктестерді табу мақсатында кандидаттарды өз бизнесіңізге шақыруды тоқтатпайсыз. Сонымен бізде 4 түрлі бағдарлама бойынша табысқа шығатын мүмкіндіктер бар. Сіз өз интернет дүкеніңіз арқылы 31 000 теңгеге күнделікті өзіңізге қажетті заттарды интернет арқылы тапсырыс берген кезде сіз қола карта иегері атанасыз. Бұл жерде сіздің жоғары табысыңыз $800 болады. Келесі 31 000 теңгеге тағы да тапсырыс жасаған кезде, яғни барлығы 62 000 теңгеге интернет дүкеніңіз арқылы тапсырыс берген кезде, сіз күміс карта иегері атанасыз. Бұл жерде сіз күміс карта мен бизнес құра отырып, аптасына ең жоғары табысыңыз $1600 құрайды. Ал енді келесі 62 000 теңгеге тауар айналымын ұйымдастырған кезде, өз интернет дүкеніңіз арқылы тапсырыс берген кезде, сіз автоматты түрде алтын карта иегері атанасыз. Бұл жердегі сіздің ең жоғарғы апта сайынғы табысыңыз $3000 құрайды. Ең жоғарғы табыс, ең тиімді карта бізде платина карта. Платина карта иегері атану үшін сіз барлығы 250 000 теңгеге интернет дүкеніңіз арқылы өзіңізге қажетті заттарға тапсырыс бересіз. Сонда барып сіздің ең жоғарғы апта табысыңыз $5000 жетеді. Бұл біздегі ең тиімді, ең жоғары табысқа шығаратын платина картасы бағдарламасы. Енді адамдарды қайдан табамын, қалай шақырамын деген сұрақ әрине барлықтарыңызды мазалайды. Одан қорқудың қажеті жоқ, себебі сіз адамды іздемейсіз, адам өздері сіздің командаңызға сұранатын шақыру әдісін қалай іске асыруды біз оқып үйретеміз. Әлеуметтік желілер бар, қазір адамның бәрі әлеуметтік желіде, қала берді жұмыс іздеген адамда есеп жоқ. Газеттерді қарасаңыз да, HeadHunter, OLX-тан қарайтын болсаңыз да, жұмыс іздеген адамда есеп жоқ. Міне осы адамның бәріне сіз осы бизнес мүмкіндік туралы мәлімет берсеңіз, соның өзі жеткілікті. Қала берді телефоныңыздың контактысында сақталған достарыңыз, сыныптастарыңыз, таныстарыңыз, оларға да осы әрине бизнес мүмкіндікті сыйлауға, мәлімет беруге әбден болады. Осыншама адамнан екі негізгі серіктес сізді аптасына $5000 табысқа жетелейді. Енді біздің бизнесте тек қана ақшалай табыс, ақшалай сыйақы ғана қарастырылмаған, сонымен бірге халықаралық дүниежүзі бойынша саяхаттау да жолға қойылған. Мәселен, мына слайдта 2015 жылы
иә, президентіміз Ли Цзиньюань, компанияның президенті, бір мезгілде 6400 дистрибьюторын осы Францияның Ницца қаласына алып шығып, Гиннес рекордтар кітабын жаңалады, рекордын жаңалады. Сонымен қатар ең ұзақ сөйлемді адамдар арқылы жазу арқылы екінші рекордты жаңалады Гиннес рекордтар кітабында. Бұл деген сөз, бұл Франциядағы Ницца қаласындағы осы өзеннің жағалауындағы демалыс орны, бұл дүниежүзі бойынша ең қымбат демалыс. Яғни компания өзінің 20 жылдығына, өзінің бизнес серіктестеріне осындай керемет мүмкіндікпен жұмыстарын марапаттады десек болады. Енді жалпы біздің бизнесіміздің идеясын қорытындылайтын болсақ, бизнестің мәні мен мазмұны тауар айналымын құру және интернет дүкендердің иелерін оқытып үйрету болып табылады. Ол үшін не істеуіміз керек? Ол үшін адамдарға осындай керемет бизнес жасау мүмкіндігі туралы мәлімет беруіміз керек. Жаңағы қыруар ақшаны, саяхатты, сыйақыларды не үшін төлейді? Әрине, осы тауар айналымын құрып, оны ұйымдастырғанымыз үшін және интернет дүкендердің иелерін оқытып үйреткеніміз үшін төленеді. Кім көмектеседі сіздің интернет дүкеніндегі тауар айналымын ұйымдастыруыңызға? Әрине, біз көмектесеміз, тәжірибелі коучтар көмектеседі, жаттықтырушылар көмектеседі, яғни бүкіл команда сіздің табысқа шығаруға бар ынталасын салады. Нәтижесінде неге қол жеткізесіз? Нәтижесінде жылдам өсетін табысқа қол жеткізесіз. Нәтижесінде саяхаттар, дүние жүзінің барлық елдеріне, сыйақыларға қол жеткізесіз. Ең бастысы, осы интернет дүкеніңізді өміріңізде қандай деңгейге көтересіз тауар айналымы, сол деңгейде, сол шамада бала шағаңызға мұраға қалдыра аласыз. Яғни, бұл мұраға қалдыратын бірден-бір бизнес. Бір сөзбен айтқанда, жеткілікті өмір сүресіз. Жаңа зәулім үйге де қол жеткізуге болады бұл бизнесте. Керемет май кетпеген салоннан автокөлік мінуге де қол жеткізуге болады. Одан қала берді, елдің қошеметіне, марапатына бөленесіз. Бір сөзбен айтқанда, еркіндікке қол жеткізесіз. Міне сондықтан уақытты созбай, осы бизнестің идеясын түсінген болсаңыз, ары қарай жұмысты жалғастырыңыз деп кеңес беремін. Рахмет тыңдағаныңызға. Жақсы, сау болыңыз.